Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан, дұрыс, оны да дұрыс түсіну керек. Баллиғу минни уалау ая. Менен бір аят болса да, бір хадис болса да жеткізіңдер деген хадис бар. Бірақ ол хадис бар екен деп тікелей алып, демек мен айта аламын екен деп, айтуым керек екен деп әлеуметтік желіге шығып, білімсіздігіңменен сайрай беруге болмайды. Болмаса ойыңа келгенді істеуге болмайды. Кеше ғана былықты салып жүрген қыз еді, бүгін орамал тақты да әлеуметтік желіге шықты. Жұрттың бәрі оны орамалдағы қыз былай деп жатыр, хиджабтағы қыз аузына келгенді сөйлеп жатыр, болмаса үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр деп жерден алып жерге салып жатыр. Енді сол нәрсені істеп жүрген бауырларымызға, қарындастарымызға айтатын нәрсе, хиджабты киді ма, оны Алла разылығы үшін кию керек. Адамды хиджаб киюге итермелейтін нәрсе ол иман болу керек. Адамды хиджаб киюге итермелейтін нәрсе иман болғаннан кейін, ол сондай иманның биік дәрежесіменен өзі сезінген түрде киді ма, демек оны енді қорлауға болмайды. Енді оны қалай қорлап жатыр? TikTokқа болмаса басқа жерлерге шығып, билеп те жатыр, жігіттерменен сөйлесіп те жатыр, неше түрлі боғауыз сөздерді айтып жатыр, үлкеннің алдын кесіп жатыр, қоғамдық көлікте орын бермей соған бола ауыр сөздер айтып жатыр. Тіпті кейбіреулері жаңағыдай бір оғаш қылықтар жасаған болуы мүмкін, темекі шегіп болмаса басқа қылып, әлеуметтік желіде бір сөзбен айтқанда енді өзінің қаралымын көбейту үшін, löпілін көбейту үшін жасалып жатқан дүниелер шығар. Білімсіздіктің кесірі ғой барлығы. Өткен өміріндегі былықты орамалды оранып алғаннан кейін де жалғастыратын болса, ол керісінше оған пайда бермейді, керісінше қасірет.